Сәлем достар, сіздермен Асия. Бір жасағаннан сәтті болып шығып, мені өзіне ғашық еткен, ажурный тесік-тесік болып піскен блинчиктің рецептімен бөлісемін. Міне ұстап мыжып жатсаң да жұп-жұмсақ болған блинчикті менімен бірге жасаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Каналыма кірсеңіздер, ерекше қолөнердің түрлері мен дәмді рецепттер және денсаулыққа пайдалы видеолармен бөлісемін. Енді блинчигіміз жасап бастайық. Табамызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне 3 ас қасық қант саламыз. Оның үстіне шай қасықтың ұшымен ғана өлшеп тұз саламыз да венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан соң үстіне бөлме температурасында тұрған айранды құйып араластырамыз. Енді үстіне 5 ас қасық сұйық майды құямыз. Бір стакан қайнаған суымыздың үстіне жарты шай қасық соданы салып араластырамыз. Одан соң қайнаған суды сұйық массамыздың үстіне 2-3 бөлікке бөліп қоса отырып араластырамыз. Сұйық массамыздың үстіне ұнды електен өткізіп қосамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп қоса отырып, венчиктің көмегімен түйіршіктер қалмайтындай етіп, бір массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Енді табамызды қыздырып, газдың орташа отында блиннің қамырын салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Сіздер өз жағдайларыңызда табаңызға сұйық май жақсаңыздар болады. Мен құрғақ тамада пісірдім. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, блинны ажурный болып, тесік-тесік біркелкі болып піседі. Бұл рецептке мен өзім ғашық болдым. Себебі бір жасағаннан да сәтті болып шықты. Ешқандай қиындықсыз блиннайды пісіріп алдым. Менде осыған дейін жасаған блиннылар сәтсіз болатын. Біресе жабысып қалатын, біресе суы көп болып, дұрыс емес болып шығатын. Ал бұл рецептпен жасаған блинны бір жасағаннан сәтті болды. Және бір стакан ғана айранмен осындай жұп-жұмсақ керемет блиннылар жасап шықтым. Біздің үйдің балалары мәз болып таласып жеп қойды. Сіздер де осы рецептпен осы блиннайды жасап көріңіздер. Және рецепті міндетті түрде өзіңізге сақтап алыңыз. Видео сізге пайдалы болса, жасап жасаңыз, астына комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Басқа да видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.